Құрметті замандастар, бүгін анау көктем сондай жақсы болып келе жатыр. Астан кейін көктем шуақты, күн шуағы. Сондықтан бүгін салаттар жасайық деп отырмыз. Осы жаңадан шыққан шамға шалғам деп атапты. Редиска, қияр, көк пияз, қызыл көк бұрыш, ірімшік. Мына жерде жаңадан шыққан биылғы әдемі капуста. Сосын көкшөптер. Мына бір салатқа піскен жұмыртқа мен көкшөп қиярмен жасалады. Екінші салат мына редиска мен қияр, піскен жұмыртқа, көкшөп, мына екі бұрыш қосылады, жарты бұрыштардан. Содан кейін үшінші салат мына орам жапырақпен жасалады, жақсы. Орам жапырақ, сосын қияр, бұл жерде редиска бар, сосын бұл жерде үккіштен өткізіп салатын сәбізіміз бар, сосын ірімшік қосамыз. Жаңа көк қызыл перестің жартысы. Қазір енді лимон қосылды, осы жерге лимон себеміз, сосын кейін қаймақ. Мынау несі аздау. Сосын мынандай майонез қоссаңыз да болады. Жоқ, майонез керек жоқ десеңіз, мындай пісте май қоссаңыз да болады. Қазір енді мен қалай турауын сізді көрсетпей қойын. Турап болғасын дайын салатты жасаймыз. Міне, құрметті замандастар, каналыма келіп жүрген достар. Міне бағана көрсеткен барлық көкөністердің бәрін турап қойдық. 3 салат жасаймыз бүгін. Бұл салаттарды көктемге күн шуақта салаттар деп атаймыз. Сөйтіп ат қойдым. Мына біріншісінде қиярға тек қана бәрін турап қойдық. Бұл жұмыртқаны қосасыз. Сосын бұған кішкентай тұз салып жібересіз. Бұрыш қосыңыз, қалаған не қосқыңыз келген шөптердің барлығын қоса бересіз. Мына көріңіз, көбінесе көк пияз. Енді бұған біз мына қаймақты қоссаңыз да болады. Мынау майонез қоссаңыз да болады. Біріншісіне майонез қосып көрейік. Қазір көреміз. Жақсы шығу керек бұл. Болды. Енді осыны салат араластырамын. Көктемге әдемі салат болып шығады. Бұл салатты біздің үйдегілер отбасы өте жақсы көреді. Енді бұның ең соңғы несі. Лимонды әкеп қойдым. Лимонды сеуіп жіберсеңіз де болады. Лимон сеппесеңіз де болады. Қалағаныңыз. Мен өзім салатқа лимон қосқанды сондай ұнатамын. Бірінші көктемгі салат күн шуақта дайын болды. Дайындап салып қоямыз. Келесі салатымызға шалғамды турадық. Шалғамды көрдіңіз ба? Домалақ майлап турадық. Қиярды да неге турағанда айған жоқпыз. Майлап полукольцами дейді, сөйтіп турадық. Енді оған тұзды салып жібереміз. Дәл сондай. Енді бұрышты қосыңыз. Тәтті бұрыштың бәрін паприка дейді, қызыл бұрыш, тәтті бұрыш қоссаң да болады. Ешқандай ештеңе есте жоқ. Енді оған мына қаймақты қосып көрейік. Үш түрлі нені қосып көрейік. Қазір көреміз. Көреміз, қандай әдемі. Шәдәрімені бар әдемі салат. Көктемгі, ерте көктемде қазір шалғам да бар, қазір қияр да бар. Күн шуақты салаттар деп аталады сондай. Перес те бар, көп қосуға болмайды. Қалай қоссаңыз да жарасады. Қаймақпен қосылған. Бұл да бір салат. Бұл жерге көбінесе кейбіреулер горох дейді ғой, горохты қосып жатады. Кейбіреулер планка деген андай жүгеріні қосып та жатады. Қалағаныңыз, өзіңіз. Бұған да жақсы
Көкөністер керек бұнда. Көкөніссіз салат болмайды. Көктемгі салат болғаннан кейін бұған көкөніс міндетті түрде қажет. Салып қояйық. Келесі салатымыз дайын болды. Енді мына үшінші салатымыз бұның айырмашылығы. Бұған орам жапырақтың жаңадан шыққан түрін биылғы сәбіз қостық күштен өткізіп. Сосын мына сиыр дейді ғой, ірімшік қостық. Бұған қиярды қалай турасаңыз да болады. Бұны ұзын шағып турадық. Шалғамды да ұзын шағып турадық, ерекше болсын. Енді бұған да тұз, бұрыш. Тұз, бұрышын қосамыз. Бізде онша тәтті бұрышын, енді паприканы қоспайды. Мына жерде қосылған нәрсе ұната бермейді. Бұл жерге де жаңа көкшөптің енді қалғанын бәрін осыған салып жібереміз. Енді бұған сұйық май қосып көреміз. Зәйтүн майын қойсаңыз да болады. Бізде зәйтүн майын алуым керек еді соны. Бірақ болмаса кәдімгі үйдегі оны қолмен араластырыңыз, себебі капустар қолды жақсы көреді. Майды жақсы көреді. Көріңіз. Бұған да жүгері қосып жіберсеңіз де болады. Банкідегі горох дейді ғой, соны қосып жіберсеңіз де болады. Ол сіздің фантазияңызға байланысты. Не қоссаңыз да жараса береді. Енді салатқа арналған ыдысымызға салып қояйық. Енді бұл жерде үш нелінде көрдік. Майонезбен де жасап та көрдік, қаймақпен де жасап та көрдік. Енді бұған да жаңағы лимонды қосып жіберсеңіз болады үстінен. Міне оның бәрін жинастап болғанда көріңіз, мына жерде үш түрлі салат болды. Бұл көктемнің күншуақты салаттары деп атадық. Міне қандай үш салат дайын болды. Күнделікті өздеріңіз тамақтарыңыздың алдында қолданып жүрсеңіздер, өте пайдалы ағзаға салаттар. Егер осы салаттар ұнап жатса, істеп көріңіздер, өздеріңіз отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан жаңадай каналыма ұнап жатса жазылыңыздар. Ол көктемгі күншуақты салаттар деп атадым. Үшеуін де пайдаланып көріңіздер.